Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қысқа арнап жеміс-жидектерді және сірнектерді мұздатқышта қатырып сақтау тәсілдерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіздерге көрсетуге және түсіндіруге ыңғайлы болу үшін видеода көрсетілген жемістердің барлығын мен осылай алдын ала тізіп, дайындап алғаннан кейін оларды мұздатқышта қатырып алдым. Жеміс-жидектерді дұрыс қатырудағы ең маңызды басты қажетті құралдардың бірі ол пергамент қағазы. Пергамент қағазын міндетті түрде қолданамыз. Қатырылған жемістерді мен осындай бір реттік қақпаға жабылатын арнайы контейнерлерге салып сақтаймын және сіздерге де дәл осындай ыдыстарда сақтауға кеңес беремін. Өте ыңғайлы, жуып қолдана берсеңіздер де болады. Видеоға назар аударатын болсаңыздар, қатырылған таңқурай малиналарымыз бір-біріне жабыспай өте жақсы болып формасын ұстап қатырылған және пергамент қағазына да жабысып жатқан жоқ. Дәл осылай қатыру тәсілін сіздер де қолданып жасап көріңіздер, өте ыңғайлы және дәл осылай қатырылған жемістер кейін біраз уақыт өткеннен кейін де бір-біріне жабыспай формаларын жақсы сақтайтын болады. Міне екінші лестегі таңқурайларымызды да ыдысқа салып жатырмыз. Олар да қатпаған өте ыңғайлы керемет тәсілдердің бірі. Ең бастысы бізге осындай қатыруға арналған ыдыс немесе менікі сияқты кез келген пештің формаларында бетіне пергамент қағазын төсеп қолдана берсеңіздер болады. Мендегі таңқурайды қатырудағы тағы да бір ерекшеліктердің бірі ол қатыруға арналған таңқурай малиналарды бірден қатыра беру. Яғни малиналарды суға жумай, оларға су тигізбей бірден формамызға пергамент қағазын төсеп, оларды қатыра береміз. Себебі суға тиген жидектеріміздің барлығы ағып, өзінің формасын жақсы ұстамай суланып кетеді. Сол себептен олардың ішіндегі артық жапырақтарын, артық жаңағындай ішіндегі заттарының барлығын тазалап алып тастағаннан кейін қажетті таңқурайларымызды бірден осылай қатыра беруге кеңес беремін. Сол кезде сіздердің таңқурайларыңыз өте жақсы болып, өзінің формасын ұстап, өте әдемі болып қататын болады. Дәл осы техниканы сіздерге де қолданып көруге кеңес беремін. Ал таңқурайдан бөлек мысалға құлпынай, шие секілді жемістерді қатырар алдында оларды суға жуып, содан соң орамалда толықтай кептірілген күйінде пергамент қағазында қатырсаңыздар, ондай жемістеріңіз де өте жақсы болып қататын болады. Жумай қатыру тек қана таңқурайға қатысты. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан осындай мінсіз таңғы асқа арналған сырнектер рецептісін де таба аласыздар. Осы жерге сілтемесін қалдырамын. Сілтемеден өтіп, сіздер де отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай көп мөлшерде қатырылған сырнектерді мен арнайы осындай салафандарға салып, содан соң мұздатқышта сақтаймын. Өте ыңғайлы тәсілдердің бірі. Пергамент қағазына ғана емес, сонымен қатар бір-біріне де жабыспай өте жақсы болып сақталады. Асқан уақытта кез келген сәтте алып қолдана берсеңіздер болады. Піскен уақытта да өте жақсы дәмді болып шығады. Сөзіме сеніңіздер. Сіздерге де дәл осы тәсіл ұнайтынына сенімдімін. Себебі бір жағынан уақыт үнемдейді, бір жағынан өте ыңғайлы. Сіздерге айта кететін, мен қолданатын пергамент қағазының атауы ол Поклан пергамент қағазы. Сіздерде басқа да сенімді пергамент қағаздары болатын болса, онда оны да қолдана берсеңіздер болады. Бірақ мен өзім жылдар бойы дәл осы Поклан қағазын қолданып келе жатырмын. Бұл ешқандай да пергамент қағазына жарнама емес, тек қана өзімнің жылдар бойы қолданып келе жатқан құралдарыммен, сенімді тәсілдеріммен сіздермен бөлісіп, сіздерде де осындай мінсіз нәтиже шықса екен деген ниетпен ғана сіздерменен бөлісіп отырмын. Осы айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпараттар ұнап, пайдалы болса, онда видеоның астында лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осы каналда мен апта сайын тұрақты түрде сенімді видео рецепттерменен бөлісемін. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.